байлык арткан сайын адам деген ол коркунучу көбөйө баштайт. Айрылып калам ба деп. Иә. Сен айттыңыз го, убайым деп. Жана классташтарына карап отуруп түшүндүм дедиңиз. Буну Материалдык табыспен, байлыкпен руханий байлыкты балансын. балансын ұстап. Атақты Эйнштейннің мына Нобель сыйлығын алғаннан кейін, қателеспесем, Кореяда ма бір қонақ үйде жатады. Сонда бір кісі бір немен алып келіп береді. Тамағын ба бірдеңкесін алып келіп бергенде, оған бір немене береді ғой, чаевой дейді ғой. Соны беретін қалтасында ақша болмай қалады да, бір қағазға бір ауыз сөз жазып береді. Өз қолымен. Соңын айтады, мынаны сақтап қой дейді. Бұл кейін меніңше жақсы ақша тұруға тиіс дейді, кейін. Сонда маған бүйтіп жазған екен. Үлкен жетістікке жанталасып ұмтылғаннан адамнан гөрі қарапайым тыныш өмір сүрген адамның бақыты әлдеқайда жоғары деген екі-ақ сөйлем жазып береді. Сол бір аукционда 1,5 миллион евроға сатылған екен. Кейін соны ана даяшы алып қояды, мен атақты Эйнштейннің өзінің берген. Соңын соның ұрпақтары кейін бір аукционда сатады. Ол кезде де үлкен ақша 3.700 ба, сондай $4.000 маңайында сатылады. Енді қазіргі ақшамен $40-50 шығар. Кейін сол қағаз үлкен аукционда 1,5 миллион ба сондайға сатылған екен. Эйнштейннің қолжазбасы. Сонда Эйнштейн бұны Нобель сыйлығын алғаннан кейін жазып отыр ғой. Өйткені сен атақ-даңқың шыққан сайын, сен үлкен бір ел қызығатын деңгейге жеткен сайын, сен өз өміріңмен өмір сүре алмайсың.